всегда шетелден келгенде таң қаламыз ғой. Хотя ничего не хуже, да? Вот, допустим, последний Аким деген кинода Нұртас Адамбай. Я там вообще жанр не чувствовал комедия. Мысалы Қоянбаев ертең Турцияда түсірейін деп жатыр ғой киноны. Біздің операторды, біздің визажистерді алып барады да. Это мынадай бір слой маска киіп алу керек, чтобы спокойно жүре береді. Все, мен таусылдым, осымен тоқтай қояйын. Кетті мен хирургияға деген сияқты. Тас, батыл кетті, бәріміз болды. Ойнаған көп болса 7-8 картина шығады. Потому что әр 7-8 картинаны мен трепетно күттім, переживать етем. Допустим, последний Аким деген кинода Нұртас Адамбай. Я там вообще жанр не чувствовал комедияны. Потом айналадағылардан сұрап жүрдім, вообще мен күлкілі бола ма вообще мына кино деп ше? Не знаю, потому что, как сказать, мен полный киноны көрмегесін шығар деп ойлаймын да. Тек өзімнің рөлімді ойнадым, берген задачаны ойнап беріп отырдым да. В целом, даже маған Нұртастың өзі айтты, біз полностью жинап болдық, әлі премьераға 2 ай бар. Біз чисто площадка үшін көрейік деп жатырмыз, келшейші деп шақырған. Я отказался сразу. Потому что я бы там отдачу не почувствовал, и киноны түсінбей қалуым мүмкін еді да. А вот массамен көрсем кинозалда. Вот театрда, допустим, 2 ай, 3 ай репетиция жасайды да, премьерда ойнап жатқан кезде сенің әр нәрсеңді отдачаны сен чувствовать етесің. Күледі, халық күрсінеді. А киноны, оны түсінбейсің отдачаны. Сен бір ай жарым түсесің, ол жартыдан кейін шығады, премьера өтеді, 2 айдан кейін бар. Блин, сен ана кинода бар ғой, классно сыграл деген кезде бар. Отдачаны түсінесің де, сезесің. Театр мен киноның арасында осы бар да. И действительно, премьераға келген кезде я вообще в восторге был. Өзімнің ойымдан да, жалпы кинодан да, вообще конецтары. Значит, рөліңіз самый қиын болған осы рөл ме сонда? Қиын болды деп айта алмаймын, но, как сказать, басында қатты прочувствовать ете алмадым, сосын менде страх болды да, осы кинода. Оның алдыңғы рөлдерге ұқсап қалмасыншы деген страх болды менде. Іштей сондай бір всегда бірдеңе ойнап жатқан кезде сол ойда тұрды да, қайталанбай кетпесінші, потому что актер штампты байқамай кетеді кейде. Ойлайды, да, күшті бәрі әдемі, но бірақ образын штамп болады. Қай рөл қиын болды? Қиын болды ма? Шықпай, өзін шығара алмай. Айта алмаймын, бірақ в процессе қиын болған класстастар. Технический жағынан бір, екінші жағынан там мысалы физический жағынан да қиын болды. Очоу 40 рет дән деп беттен ұрып. Потом мен көпке дейін бұл кинода мен почему-то өзімді старый адам сияқты сезіндім да. Хотя фильм современный был. Все современные, мен современный. Ана әйелдер современный, қыз келді фитнесқа, арықтап келді. Тот тамада түк-түк. И біз, Мадина екеуміз, білмеймін, бір древний образ сияқты болды да. Я вот, когда ойнап жатқан кезде, прям чувствовал себя, что я старье был ойнап жатқан сияқты. Как будто бір старый школа ма сияқты. А хотя сол зат, он был ярко выражен там, среди дастарханда отырған кезде. Вот, сол нәрсе, наверное, сол класстастар болған шығар қиын. Хотя өзіме ең қатты ұнайтын роль сол. Планка деген бар да, вообще, өнер адамы үшін операторы болсын, режиссері болсын, художник по костюму болсын, вообще нарастающий болған дұрыс сияқты да. Сенің бастаған жұмысыңмен, практикаңмен нарастающий өсіп бергенің дұрыс сияқты да, планкаға жеткен. Кейде бата келесің, да, планка беріп тастайсың. И сен келесі рөлің ана планкаға жетпей қалғаннан кейін уже халық сенен требовать етеді да, өткендегі қарағанда дейді. А одан кейін қаншама сенде проект болуы мүмкін, и халық тек сол планкамен салыстыра беретін болса, сен бүкіл жұмысын құрдымға кете береді да. Лучше нарастающий болған сияқты, дұрыс сияқты да. Сонда сен де өзің чувствовать етесің, қаншалықты сен пісіп жетіліп келе жатқаныңды. Кейде ана планка беріп тұрғаннан кейін, а давай мен мынаған жауысайын дейсің де, ол вообще я практикамда жоқ, ештеңе жоқ. Діңк орнасында планкамен төмен қарай құрдымға кетсең,
оттуда вряд ли выйдешь. А біздің бір жаманы үлкендер кішілерді мойындамайды. Кішілерге поддержка бермегеннен кейін кішілер үлкендерден бір жылу поддержка бермегеннен кейін вообще әңгімесін де тыңдағысы келмейді. Өзінің современный өзінің ойымен жұмысымен жасап кетіп барады да. Я бір YouTube проектке түсіп тастадым. Сәлем ба? Сәлемдікі. Сериал ма? Офис деген. Сериал. Осы бұйыртса сентябрьдің 15-терінде ме 20-ларында шығып қалады. YouTube болғанда видите, оған дейін андай бір Қайратулла деген сияқты түсті да. Теперь олар басқа бір аудиторияны жаулап алды да, который. Ол жерде, короче, офис деген ғой. Бір филиалдың директоры. Ну, он такой интересный вроде. Андай глупый директор, прикол ұстағысы келе беретін, юморить ете беретін ше. Бірақ помимо этого, юморить етіп жүрген кезде, оның юморы ешкімге өтпейді. Өзіне ғана өтеді. И даже социальный программа бойынша бір мүгедек жігітті жұмысқа алған кезде оған да прикол ұстайды. Мүгедектігі не прикол ұстап, типа шауып кетпейсің бе, жүгіріп кетпейсің бе деген сияқты. Бірақ енді действительно қорқынышты болды. Мен сосын сценаристерге айттым да, жігіттерге қалай болады екен деп. Біздерде енді көбіне инвалид, мүгедек десе бір андай драмаға салады дейді. На самом деле оларға бірдей қарау керек дейді адамдарға. Сол нәрсені біз алғымыз керек. Соны алға салып шығарып отырмыз деп. Не бар, халық, қарапайым халық прямой қабылдайды ғой. Да, прямой қабылдайды, но бірақ кейін сериал барысында, 12 сериал ма сондай, сериал барысында ол сол мүгедекті ойнайтын жігіт вообще сценарий бойынша рахмет айтады. То, что мен көп жерге жұмысқа барған кезде маған өтірік андай жанашырлық танытып өтірік істейді дейді, на самом деле. Алма бастық маған ұнағаны, кәдімгі мен мүгедектің болғанын қарап отқан жоқ дейді. Бәріне бірдей көзқараспен қарайды. Мен единственный сол осы жерге маған жұмысқа ұнатып қалғаным содан дейді. Потому что маған андай разницамен қараған жоқ. Я эту разницу не почувствовал на этот раз деп. Өз ағынан жарылады. Біреу звонда сұраған журналист, даже интимный сценаға да келісесіз бе дейді. Я говорю, келісесің, амал жоқ. Егер де там сценарий солай болатын болса. Ну, сен актерсың. Вообще, театральный тарихында 7 рет құлап барып түскен Мадияр біздің өнер ғылымдарының директоры. Ол 7 рет құлатқан. Но он настырно түсе берді, жыл сайын түсе берді. Түсті, окончил, вот нәтижесі. Во-первых, бізде режиссерлар сондай, сені бір амплуаңда көре ме, сол амплуаңмен шақырай береді. Қорқақты ойнадың ба, күшік күйеуді, болды, сен тек қана күшік күйеуге шақырай береді, или андай подлец, туысқа шақырай береді. Или бір алқашты ойнадың ба демелеп, болды, тек алқашты рөліне шақырай береді. Таяқтың екі ұшы бар деп. Екі ұшы да бар. Во-первых, бұл жерде режиссерларға бұрынғыдай образбен жұмыс жасап, одан мақсат тұтып, ондай время жоқ қазір, нарықтың заманы. На все, про все 40 күн уақыт беріледі, или 30 дней. Режиссер ол отырмайды сенімен индивидуально. Ол просто сенің мастерствоңа сенеді, сосын сенің алып шығатыныңа сенеді да. Примерно общие задачи, характеристика береді да. И там ты уже от себя лепишь, что-нибудь добавляешь. Ұнақ болып жатса, все, ұнады деп өзі айтады. Ұнамай жатса, где-то артық болып жатса, өзі бүйтіп, как пішіп отырады да, бүйтіп, кесіп отырады да, жонып отырады. Сондықтан да әртүрлі варианттар көп. Енді көбісі, мына, допустим, сіз сұрақ қойдыңыз да, не істеу керек дейді. Біздің кино қазіргі таңда киноиндустрия өте қарыштап дамып келе жатыр. Это раз. Вот байқайсың ба, последний 3-4 жыл комедия жанрында біз российский рынок, вообще біздің рынокқа кіріп жатқан жоқ. Өтпейді біздікілерде. Последний осы елкінің 4-шісіне барған шығармыз, где-то года 3 назад. Все, жанр комедиядан біз тек өзіміздікін қабылдай аламыз. Это уже достижение. То есть наш продукт өзімізге айналып жатыр. Өзгертуге емес, вот мы же не ожидали то, что через 5-10 лет будет только комедия и тек қана қазақстанский рынокта, қазақстанский кино ғана жүреді. Мы же не ожидали. Мы работали, пробовались, келдік. Ертең тағы бір струя болады, оның барлығы көбісі айтады, комедия неге түсіре керек дейді. Потому что комедия кассовый, халық жинайды. И
Біреулер айтады типа, а че халықты күлдірте бересіңдер ма, почему серьезный нәрселерге тартпайсыңдар деген сияқты. Но это мен халықтың атынан өзім ештеңе жауап бере алмаймын. Вот мен мысалы Асқар Ұзабаевтың киносына бардым, Казбатқа. Очень прекрасный фильм. Фильм был основан на реальных событиях. Я даже мен ол туралы историяны даже естімеппін, сол киноға бармасам. Было обидно, біз 7 адам көріп отырдық кинотеатрда. Представляете? 7 адам көріп отырдық. А кинотеатрдың өзінің заңы бойынша ол бір аптадан кейін кассовый сбор келмейтін болса, они просто берут сеткадан снимают, өкінішке орай. То же самое лифтке де бардық, Нұртас Адамбайдың 5 адам көрдік. Он очень психологически действительно триллер, да? Үлкендер мысалы Нұртас Адамбаев, Нұрлан Қоянбаев кімдер түсіріп жатыр, жастар, КВНщиктер. Олардың бәрінің жұмыстарын жоққа шығарады. Халтура дейді. Понимаете? Да, где-то можно с ними согласиться, но опять-таки өткенде де мен айттым да, олар мысалы өзінің қалтасына 400 мың, 300 мың доллар шығарып, спонсорларға әр жерге жалынып кино түсіріп, еще соны кассовый қылады да, рейтинг жасайды. Знаете, өзінің тапқан салған ақшасын шығарып, өз пайдасын көреді. Вот біздің режиссерлар, которые қазақ фильмінде жүргендер, үкіметтен 700-800 мың долларға бір проекттер түсіріледі, оны вообще ешкім білмейді, полкада жатады. Лучше сол үлкендер жастармен бірге совместно соларға поддержка беріп, да, солардың қазіргі креативтерін, маркетологиясын пайдаланып, біте қайнасып жұмыс істесе, я думаю, мына жастарда жоқ, КВНщиктерде жоқ, возможно, художественность солар беретін еді, а үлкендерде жоқ, маркетология, актуальность, современность, креатив жастар береді, да, и екеуі слились бы в одно, и получилось бы вообще другое, деп ойлаймын кейде өз басым. Если честно, вот бағанағы сияқты, да, бағанағы сияқты, сейчас ондай индивидуально сенімен жұмыс жасап, бір образды талқылайтын режиссер жоқ. Қазір нарықтың режиссерлары да. Режиссер ол общий картинаны от А до Я көріп тұрады. Кульминационный моменттарды көріп тұрады. Где-то художественные решениялар жасайды, да? Но помимо этого, каждый актерға отырып алып сөйлесіп, ролінің ішіндегі бір зерноларын тауып беріп, бір штрихтарын тауып беріп отырса, ол даже актер өзінің возможностьын білмейді, қаншалықты ол любой нәрсеге дайын. Оны мысалы режиссер аша білу керек. Егер режиссер актердің возможностьын аша білсе, вот это и есть мастерство режиссера по отношению к актеру. Пока жоқ. Пока бізде ондай жоқ. Өйткені бізде уақыт жоқ. Допустим, бізде бір проектке шақырады, бізге андай бір 25 күн, 30 күн бұрын да, 2 ай бұрын сценарийді лақтырып тастап, вот дайындала бер деген жоқ бізде ондай. Біз площадкаға келеміз, көп болса бір 4-5 күн бұрын беретін шығар, электронный вариант, бір оқып аламыз, общее видение про кино. И менің ролім там, где он торчит, что он вообще, нужен ли он, қаншалықты ол кинода важный, какие он кульминационный моментта поворот жасай алады деген сияқты общий көресің да. Ары қарай сол жерде читкі де жасай алмайсың, егер де уақыт болмаса. Там же сол жерде отырасың. Понимаете? Вот профессионализм действительно, точки зрениеден қарайтын болсақ, последний фильм Ахан Сатай ағамыздың «Анаға апарар жол». Это действительно художественный фильм. Вот смотри, ол кино қарапайым халыққа да, который комедияға барып жүрген аудитория, басқа киноға бармайды. Если мониторингпен қарайтын болсақ, мониторинг ететін болсақ, бұл комедияға баратын аудитория, мен ойлаймын, бұлар барлығы да көрді. Егер сізге мына 2 ай дайындалайық, сценарий десе, сыртта істей аласыз ба? Тойларыңызда, концерттеріңізде бар. Енді прям асырып тастамай емес, но бірақ егер де мен сценарийді 2 ай бұрын беріп қойсам, мен оқып аламын да, тек өзімнің роліме қандай штрихтарды қосуға болады, қандай привычкаларды қосуға болады, характерлеріне бір краскаларды қосып, мен үлгеретін едім, нежели чем на площадке придумывать. Ол бәрі ол жерде тұрмайды. Кейде болады, 30 күн съемкада жүресің да, только на 20-й день саған идеялар келе бастайды, а ты уже отснялся. Уже половина картины осталась, даже больше половины. Потом, айда, бармақ тістеп өкініп қалатын кездер болады да, мысалы. Бізде театральныйда оқып жүрген кезде педагогтар айтатын, надо забеременеть роль дейді. То есть беременность стадия 9 ай ма,
өсіп соңында вот бала дүниеге келеді ғой, сол сияқты толық қанды образ шығу керек та. Мынадай принцип бар да, менде өзімде тойда жүргенде де, мысалы біреуге заказ алып қоясың да, допустим, $1000. И тут именно сол күні $7000 заказ келеді да, но бірақ придется отказывать. Почему? Потому что ол зат менің өз басыма жақпайды. Все-таки принцип адам. Я, потому что да, уәде деген бар, уәде Құдай сөзі. Потому что ол біреудің мына көңілін қалдырып, ертең мынаны аттап кетсең, мне кажется, там у тебя ничего не сложится. Бір жағынан өзіңнің, мына кісіні аттай аласың, бірақ өзіңді аттап кету қиын да. Сен аттап кетіп, еще спокойно анда жүре бере алатын болсаң, я не знаю, онда ол қалай болатын. Это мынадай бір слой маска киіп алу керек, чтобы спокойно жүре беретін. Шақырады көбіне проектке, кастингке. Сол шақырмайды өзіңіз. Или чисто шақырулармен барасыз? Жоқ, шақырулармен барасың. Потому что шақырмай барған ролім, это, кажется, семенин болды. После класстастардан кейін Әсел Садуақастың тағы бір проектісі болды, семенин. Сол кезде Әсел айтты, мен без кастинга сол рөлге алам, я тебя вижу, Әбекенің қасында у вас есть контраст деп, сол кезде шақырған. Сол единственный, наверное, без кастинга өткен рөлім шығар. Иногда режиссерлар, операторлар өзі айтады, осындай жерде кино болайын деп жатыр, кастингке келші деп. Мен сосын өзім звондаймын да барам. Сериалдар болсын, телеканалдың проекті. Нет, почему? Көп бізде актерлар бар ғой, мен кастингқа бармаймын. Шақырған кезде ғана барамын, әйтпесе өзімізді бармаймын. Ондай жоқ. Жоқ, вообще мынадай сөз бар бізде театрында, вообще Станиславскийдің кезінде айтқан. Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры дейді. То есть мынау рөлім кішкентай, мынау үлкен, кастингке бармаймын деген сияқты болмау керек. Это тоже сенің жұмысыңның бір несі, струясы ғой, кастингке бару керек. Потому что 4-5 адамды көреді, соның взглядтарын көреді деген сияқты. Это тоже для них нужно. Это тоже процесс. Кино басталмай тұр. А ол процессте сен қатыспасаң, я не знаю, қалай болады. Оқыған актер и оқымаған актер. Қаншалықты разница бар? Талант дейді. И дарын. Талант ол мына Құдайдың берген, бойына сіңірген таланты да. Это его никак не переубедишь. Он қалай чувствовать етеді, ол оққан адам сияқты чувствовать етеді, оққан адам сияқты ойнап береді. Это талант. Дарын деген бар. Дарын, ол дарынды дейді. Дарынды это способный человек. Он способен. Но дарынды адамға кішкене білім берсең, оның ойнағаны талантпен бірдей деңгейлес болады. Қазір енді көп жерде қалай оқымаған актерлар көп ойнайды. Олар мысалы бір қалыпты бір келіп ойнай береді. Одан басқа образ күтпейсің. Может там гримировать етіп, киімін ауыстырып, бірдеңе бір чуть өзгеріс байқауға болады, но ол образ жасай алмайды. Бәрі сіз айтқандай дарынды талант емес қой. Ну да. А вот мысалы біреу даладан келеді, сізді партнер қылып қояды. Ол сіз таңдамайсыз, айтпайсыз ғой. Ол оқымаған, алады да, жаңағы одна техника. Ну, ондай кезде, видишь, егер де өзіңнің жұмысыңда жүру үшін, сен оны атталып кетпеу керексің. Қасыңа тартып, оған кішкене бүйтіп ақыл кеңес беріп отырсаң, ол ары қарай алып кететін болса, өзіңе де оңай болады да. Ол онсыз да ойнай алмай қиналып отқан адам, еще сен оны тәрк ететін болсаң, онда сенің де жұмысың болмайды. То есть партнер чувствует, отдача беретін болса, сенен де бір нәрсе шығады, одан да бірдеңе шығады. Сонда общий ансамбль болады. А кинода ол ансамбль это важный нәрсе. Тандем создается дейді ғой. Мына екеуі прям краскасы келіп тұр дейді. Болады бізде кейде площадкада болады. Партнер бір-бірін не то что чувствует етпейді, вообще менсінбей тұрады. Өзін высокомерие қояды. Болмаса өзін біледі да, и ананы кәдімгідей басуға тырысады деген сияқты. Ондай болмау керек сияқты.
енді бұл жерде қалжыңыңызда где-то 100% қалжың ба или бәрібір де қайраттың ойы бар ма жаһанға тиісіп жүргеніңіз? Ну енді 100% әзіл болғанмен ойыңдағым ғой ол мен айтатын ойымдағым. Вот это же факт. Правильно? Ол өзі де айтады. Но просто бізде конфликт болу керек ол задача. Бұда миллион подписчигі бар. Менікі подписчик аз, бірақ оқыған сияқты. Потому что соңында кульминация, финал төбелеспен бітеді. То есть төбелеске доводить ету үшін осындай словесный конфликтпен, словесный, потом ары қарай әрекет, и сонымен точка қойылады ғой. Бұл изначально вообще мен бұл кинода жоқпын. Бұл кинода мен вообще жоқпын. Бұл жерде өлген Жахан бар. Әңгімеден әңгіме шығып, Жахан өзі орнатты. Мен түркішені Қайраттан үйреніп аламын, өйткені ол. Иә, ол дубляжда жасайды деп. Потом просто Нұрлан айтты да, блин, а что жерде? А что неге осыны алып алмасқа деп просто айтты да. И Жахан айтты, давай осы туралы вайн түсірейік деп. Давай түсірейік деп. Сонымен кетті де, и ол айтты, блин, мен сені таңдап қойдым ғой деп. Енді мен по отношению к тебе это некрасиво болады, но түркше біледі ғой деп алып кетсек. Давай соцсетті ортаға салайық. Кім не айтады, мен соған халықтың шешімін қабылдап кете беремін. Тас, батыл кетті, бәріміз Жахан өтіп кетті. Бұны пиар екен деп ойлайсыз? Жоқ, кейін халықтың мен пікіріне қосылдым. Мен сені алам деп, одан кейін уже ары қарай төбелесіміз, біздің хорымыздың бәрі уже ары қарай пиар. Вообще, андай сөз бар, кез келген комический актерда, комедийный актердің ішінде внутри лежит бір трагик дейді. Мен, допустим, для меня вот киноиндустрияда Джим Керридің комедияны ойнап келіп, Кейт Уинслетпен түскен киносы бар ғой, басқаша алып шықты ғой Джим Керри. Знаете, біз, то есть, не то, что режиссерлар, халықтың өзі сенбей қалады. Потому что драмада халық вообще көргісі келмейді. Даже не хотят иметь представление, что он был в драме. Но он когда драманы ойнады, он сумел переубедить и заставить поверить зрителей. Осы уақытқа комедия ойнап келдіңіз, ертең драмаңызда комедияның штамптен кетіп қала ма дейсіз ғой, да? Енді действительно переломный моментте ответственность на себя ты берешь сам себе. Потому что мадақта, таяқта өзің етеді. Сондықтан надо поработать чуть-чуть. Отырып алып, жұмыс істеп. Потому что по-любому кетіп қаласың ғой взглядтары. Комедияның взглядтарды бүйтіп қарайсың да, а драмада просто басқаша қарайсың. Нутромен бересің деген сияқты. Здесь надо поработать, действительно. Баяғыда Тұңғышбай ағамыз, Құдайберген Сұлтанбаев екеуі тамашада шығып жүрген кезде, Тұңғышбай аға параллельно театрда да істеп жүр. Содан да тарихи драмаларды ойнап жатқан кезде хандарды, батырларды бәрі күлетін. Представляете? Уже халық қабылдай алмайтын болды да. И Құдайберген Сұлтанбаевқа жолың ашық, сен осымен кете беретін болсаң кете бер, мен осы жерде қалам. Өйткені мен ана серьезно барым салып ойнап жатқан жұмысымды халық осылай қабылдап жатқан маған ауыр тиіп жатыр деп бір кездер тамашаны қойып кеткенім де содан екен. Көрдіңіз ба? Тәжірибесі мол адам, бұл да бір кәсіби деңгейді жоғары адам деп санау керек. Рөлінен шын өміріне кетіп қалған привычкалар, характерлар. Жоқ, ол кейін айналып, сосын өмірде ары қарай алып кетіп па, до конца жалғастырып. Байқамайды. Жоқ, ондай болуы мүмкін емес. Либо например күшті екен деп, мысалы, басқамен сөйлестің ба, шын ниет ар жаққа. Жоқ, ондай болмайды, өйткені ол ондай, мысалы, привычкалар образға кіргізген штрихтар дейді ғой, кішкентай. Ол зат көп болса 2 ай, 4 ай, 5 айда қолдануы мүмкінсің да. А ол өмірге прижаться етіп кету үшін. Жоқ, жақсы прием екен деген. Иә, жоқ, ондай білмеймін мен. Кому где-то удобно болып жатса, содан пайда көріп жатса, қолданатын шығар енді, ақыр актер ғой. Может, где-то қолданып қалуы мүмкін. Да? Но я не знаю. Не было такого. Идеалыңыз бар ма? Актер жағынан ба?
жалпы актерден өмір. Мен вообще өзім Том Хэнксті қатты жақсы көремін. Ана маленькийдан бастап киносынан. Зеленая миля, Код да Винчи. Жалпы сондай бір ішкі нутросына қызған. Внутренний нутросы сондай. Қазақ актерлардан мен Ержан Жарылқасынұлын жақсы көремін. Ойнағанын. Тоже он такой. У него, как сказать, ауыр нутро, да? Такой. Зельбатпан нутро, да? Он когда вот играет в роли, он прям у него чувствует, что у него там столько запасов дальше. Сондай чувство береді, да? Маған сол ұнайды. Ал өмірде адамгершілік жағынан идеал тұтатын адам ба? Ну енді бір адамға қарап, деп айта алмаймын. Бірақ мысалы, бір адамның мына бір қасиетін идеал тұтамын. Бір адамның мына бір қасиетін ұнатамын. Бір адамның мына бір қасиетін ұнатамын деген сияқты. Әр нәрседен, әр адамнан сондай қасиетті алып, кейде вырабатывать етіп, практикаға қолданған кезде, сол нәрсе нәтиже берген кезде, ол вообще тек қана солмен жүре берген келеді. Мен сізге бір қызық айтайын. Турцияның съемкасы бұйыртса 7-8 басталады. Осы сентябрьдің. Оның жартысы осы Түркияда болады, жартысы қайтып келгеннен кейін Қазақстанда жалғасады кино. Мен өзімнің рөлімді айтпай қояйын. Планка беріп тастадық қой біздер. Бірақ әлі түсірілмеген, бітпеген киноға. Біз бүткіл Қазақстанды өзімізге внимание аударып, ертең 24 декабря во всех кинотеатрах страны бизнес показывается Турция деген кезде бәрі барайын деп тұр. Осылар қарлы еді, не істер екен деп. Сынап барады, есеп барады. Сондықтан да 24 күні бірақ кездесек декабрьда. Пока ештеңе айта алмаймын. Болды. В общем, күту керек. Күту керек. Sadece bekleyecek lazım. Там Айқынды айтып жатады, кино түсіріп жатады, Беркутты айтады, Қоянбаевты айтады да. Но я не знаю, Қазақфильм киностудиясының тарихында Америкада кино түсіру, Африкада, Кореяда, это уже история. Қалған уже айтпай қой. Там нечего уже придраться. Он художество, это уже второй план. То есть сондай адамдар қазақ киносында тарих жасап жатыр да, оны қазір білінбейді. Келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сізге рахмет шақырғандарыңызға.